Kudaşımızda deriz. Men жаңа есіміңіз? Сабинас. Мен жаңа қарап тұрдым. Кімнің не салып атқанын. Ойладым, ана жездең сала ма, салмай ма деп жүрсін. Жоқ, молодец, орнынан тұрды, салды. Шабадақ соғып қояқ жездесіне де. Мынау сіздің еңбегіңіз, жемісті болсын. Шабадақ соғып қояқ. Тіл көзден сақтасын. Шабадақ бар ма? Қыз жолдас пен жігіт жолдасқа жұмысты болсын сіздерге де. Енді бұлай болады. Жігіт жолдас, орныңыздан тұрайық. Қазір бір музыка болады сізге. 4-ақ движение жасайсыз. Орныңыздан тұрып жайды. Билеуге қалай қарайсыз? Жақсы билейсіз ғой, ә? Шабадақ қайда? Ай, осы музыканы жаттап алыңыз. Есіңізге сақтап қойыңыз. Отыра беріңіз, рахмет. Қыз жолдас, орныңыздан тұрсаңыз. Ал сізге бір музыка қояйық. Сізде сол музыканы жаттап 1-3-4 движение, ал кеттік олай болса. Ай-бай, жігіт жолдас көрдің ба? Осы музыканы жаттап алыңыз. Қазір тойдың барысында осы екі музыканың қайсысы ойнайды? Орындардан ат дүргілістірді билейсіздер. Ол ішінен оны да сөйлеуге болады. Немесе бесеу сөйлеп, қалғаны қосылуға да болады. Әр шаңыраққа тек қана қуаныш тілейміз, осындай той тілейміз. Ал егер бүгін осы екі жас бақыт болса десе, шапалақ бар шығар дейміз. Бәрекелді, үлкен астың, үлкен дәмнің алдында жақсы тілек, ауылдың үлкендер дейміз. Кеше ғана міне жүрсінің осылай бой жеткенін, кішкентайынан бастап көргенін, бүгін міне үйленген көргеніне Аллаға шүкір деп жетіп отқан ауылдың үлкендер бар. Олай болса, ортаға құрметтеп, қошаметтеп, адақтап, бадақтап, дуғал шабадақтап, ауылымыздың үлкендері деп Майра апамыз бастап, Бөкен, Мара дейді, Дина, Бикен, Валя, Балгымыз, Бөкен, Күләй, Рухия, Рымкүл, Серік, Света, Аманбек, Рыстай, Сағат, Майра, Кенжеш, Жанатай, Ыртай, Сатсел, Дина, Алпыспай, Ақбала, Төлеген, Дәкен, Қазыбек, Марал, Жібек, Баянды, Гүлнәр, Қайша, Ориян және Бикеш апай мен Сәния апай деп ортаға шақырайық, қол соғайық, ауылымыздың үлкендерін қарсылай олай болса. Келіңіздер, қошемет! Ассалаумағалейкум, армысыздар, бармысыздар деп жатырмыз. Той құтты болсын, ауылдарыңызда болып жатқан. Ал, қайсымыз үлкендеріміз бастайық. Нариманова, Берікбол, Гүлмира, жасап жатқан тойларың қайырлы құтты болсын, тойларың той қыласын, құдалықтарың мың жылдық болсын, екі баланың тіккен отаулары ордалы болсын, іші жанға, сырты малға толсын, халқына қалаулы, елін елеулі азамат болсын. Сол осы баланың қызын әрғай тойлап көре беріңіздер. Құрметті ағайындар, құрметті құдалар, келген қадамдарыңыз қайырлы болсын. Біздер келе жатқан елміз. Мынау екі баламыз Гүлмира мен бақытты болсын. Бастары аман, елдері сау болсын. Жәреке, мынау Берікбол істеп жатқан тойларыңыз береке әкелсін. Екі баламыз бақытты болсын. Ауылымызда тек қана той болсын. Рахмет. Құрметті тойларыңызға қауым тойыңыз құтты болсын. Нариман, Берікбол, Гүлмира, мына тойларың құтты болсын. Екі бала бақытты болсын, шаңырақтары биік босағалар берік болсын. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым, жаңа құдалар келгенде қадамдарыңызға өргісін. Әлі Нариман, Берікбол, Гүлмира, балаларымыздың фото түскендері құтты болсын. Құдалықтарың ұзағынан болсын.
тойларыңыз болсын. Ал енді мына 2 жас тіккен отауларың берік болсын. Шаңырақтарың биік, қосағаларың берік. Терезелерің кең. Отбасыларың ойнақ болсын. Отбасыларыңнан баланың ыңғалы кетпесін. Жамбылдың жасын берсін, күләштің әлін берсін, сәтенің сәлін берсін, қараңның қайратын берсін, аққудың махаббатын берсін, жас баланың бақыттығын берсін. Елдеріңе елі болыңдар, халықтарың қала болыңдар. Аталарың сүйікті ұлт қыздары болыңдар. Аңсаған армандарыңа, тілектеріңе жетіңіздер, тең құрбыларың алды болыңдар. Заманымыздың үлгілі жақсы семьясы болыңдар. Әрқашанда осы қызық қуаныштарыңа жиыла берейік. Бақытты болыңдар, бақыттарың мәңгілік болсын. Ал той болады. Ал Берікбол Гүлмира бүгін Ақжолда үлкен мереке тойханасында үлкен ұланасы той болып отыр. Сол тойлар құтты болсын. Құда-құдағилар, балаларыңыз бақытты болсын. Дендері сау болсын. Ал жүрсін Гүлнұр мерейлі отбасы болып, еліне қалаулы үлкен азаматтар болып өсе беріңдер. Үлкен ата-бабалардың баталары қабыл болып, әрқашанда мерекелі үстем болып, үлкенге сыйлы болып, кішіге ақылшы болып жүре беріңдер. Отбасыларың аман болсын. Енді құрметті қонақтар, енді құдаларына келген қадамдарыңыз құтты болсын. Құда 1000 жылдық дейді, 1000 жылдық құда болуға жазсын, 100 жылдық күйеу дейді, 100 жылдық күйеу болуға жазсын. Берікбол Гүлмира мынау алғашқы қуаныштарын қойып, ұзағынан сүйіндірсін. Осы тойларын той қыласып, дендерің сау болсын, балалардың қызық қуанышына тойланыңдар. Құрметті қойған қауым, ағатай Берікбол Гүлмирамны бүгін осы Берек тойханасында осындай керемет той жасап жатсыңдарыңды біріншіден рахмет. Осындай мына менің классымда оқыған жүрсінімен енді от ауытығы өз ауытамын осындай шаңырақ көтеріп жатыр. Сол енді бақытты болсын. Классымдағы ең еңбекқор сондай бір ақкөңіл балалардың бірі осы. Мен өзім классым балалардың тойынан ешқайсынан қалғым келмейді. Енді бүгін әдейілеп келдім. Сол Бекеш мұғалім бір шкастан 4-ке дейін берген, мен 5-тен бастап берген. Енді сонда бұл өзінің жаңағы мінезінің сондай бір керемет жақсы мінез енді. Басқаны жақсы оқып кеткен балаларға қарағанда кейбір балалар болады сондай еңбекқор, сондай өзін көрсетіп жүретін. Сонда енді бүгін қарап отырсам өзінің қосағы да сондай бала екен міне Гүлнұр. Екеуің бақытты болыңдар, бір-біріңді бағалай біліңдер, аялай біліңдер. Мына екі жаққа бірдей болыңдар. Менің 95-тер мына жақта отырған шығар. Бәріктен оның ішінде алу деп қойсаңдар. Одан кейін айтайын деген мынау Дархан жігіт жолдас болып тұрсың, саған жұғысты болсын қыз жолдас екеуіңе. Бақытты болыңдар. Ай, бәрекелді, рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын, той құтты болсын, сіздерге де осы тойлардың атынан сый-сияпат болсын. Шапалақ соғып қойып міне, ауылымыздың үлкендері. Рахмет, алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Қарағанды шаһарынан келіп отырған, яғни Айгерім атты әнші қыздарыңызды ортаға алдырайық, қол соғайық, қарсы алайық болса. Керемет әсемен болсын. Армысыздар, бәріңізде есен сау, бармысыздар. Bir şangırak қосылды ортамызға, әлемге той деп бүгін жар саламыз. Үзілмеген осы әлемнің жалғасы бар деп бір алғандарыңызды қоямыз. Тойға келген үлкен кіші ағайын, айтайын өлеңімді бойлап өрген. Екі жас шаңырақ көтергенде орындалсын ақ тілек, ойнап келгенде тағдырыңызға іздеп тапса бірін-бірі жүректер, арқасынан асып бүгін білектер, ажырамай ажарлары ашылсын, айқасқанда қол ұстасқан білектер деп жастарды құрметтеді. Бәрекелді, бәрекелді.
жастарға осы тойға арнайы алып келдім сіздердің құрметтеріңізге. Рахмет, бүгін той, бүгін қуаныш деп жатырмыз ғой. Күндердей келіндеріңіз осы әулетке жақсы келін болсын дегендер шапалақ бар ма? Жаңа айтып жатыр құдаларымыз, Сәкен құдамыз ау болмаса да, бүгін жүрсін сол ұлдай болып жатыр деді. Сол жүрсін құдаларымызға жақсы күйеу бола емес, ұл болсын дегендер шапалақ бар ма? Ал, енді жаңа мұғалім айтып кетті ғой жүрсіннің. Жігіт жолдас Дархан деді ғой, деймі? Сізге жығысты болсын деп жатыр, келесіз ба? Сіз өзіңіз көзіңіз бадырайып отыр, жүріп бірдегені қорқып отырсыз деп отыр. Келіңіз. Қош келдің. Негізі сен жалғыз отқан жоқсың ғой, жанында қыз жолдас бар ғой. Алып бер сені жақсы болар еді. Қол соғайық. Жігіт жолдас, есіміңіз? Саяжан. Сіздер бір-біріңізді қашаннан бері танисыздар? Бір апта болды. Саяжан қалай? Жақсы. Дархан қалай? Тек қана көзі бадырайып жүре, шоқыстап жүре, бірді өзімен өзі қорқып жүрген бала сияқты. Ал, енді мен жалпы айтарда мынау қазағымыздың елімізде жастардың үйленгені жақсы ғой. Отау құрғаны жақсы. Біреуге келін, біреуге күйеу бола керек деген жақсы. Үйленгің келе ма? Әрине. Әрине, не отказывается. Тұрмысқа шыққыңыз келе ма? Давайте бүйтейік, бүгін попробуем. Жай ғана, иә? Сіз былай тұрыңыз, былай. Сіз нақыстың арқасына арқамен келіп тұрыңыз. Жай арқасына келіп тұрыңыз. Осылай. Мен қазір 1, 2, 3 деймін. Қараңыздар.
Маңдарыңыз. 1, 2, 3 дейм, не бүйтесіздер, не бүйтесіздер. Егер беттеріңіз тірессе, үйренесіздер. Егер беттеріңіз тіреспесе, каким-то образды көресіздер. Сонымен 1, 2, 3. Орталашы. Екі бір-біріне қарап кет, не чослам деп тұрды. Қадамдарыңыз құтты болсын. Мынау жалпы мен айтам, ардақты ағайын, бұрындары әкелеріміз ғана шалбар киген, қазір жеңгелеріміз де шалбар киеді. Бұрын әкелеріміз бастық болған, қазір жеңгелеріміз бастық. Соң кейінгі кезде ойлаймын, осы әйел ақылды ма, еркек ақылды ма деп отырған негізі былай. Еркек ақылды ма, әйел ақылды ма, кім ақылды? Еркектер бар ма? Әйелдер бар ма? Еркектер бар ма? Ой, бәрекелді. Қазір сіз еркектердің намысын қорғайсыз, сіз әйелдердің намысын қорғайсыз. Ұшақ сұрақтан қоям, не я, не жоқ, сразу бітті. Дайынсыз ба? Дайын. Мен всегда дайынмын десеңші. Дайынсыз ба? Дайын. Сонымен, бірінші сұрақ. Математикадан қалай болдыңыз? Жаман. Көрейік ал кеттік. Сонымен, 356. Көбейтесің 556. Қосасың 2, одан 2-ге бөлесің де түбірі неше? Білмейді. Ал сұрақ. 5 қосу 5 неше? Молодец, міне! Математик. Мұғалім не зря учили вы деп айтады дейді. Русский поэт Лев Толстойды білесіз ба? Соның «Война и мир» деген поэмасы бар. Соның 56-шы бетінде не деп жазылып тұр? Білмейді. Абай жолын білесіз ба? Оны кім жазды? Абай жазды. Мұхтар Әуезов жазды десін, что? Ал, үшінші сұрақ. Бүгінгі келіннің аты кім? Жаңа түсіп атқан келіннің аты кім? Молодец! Біледі. Осы тойда келіп жатқан құданың аты кім? Сәкен. Мәссаған, қайда біліп қойдың? Молодец! Мал бар ғой, айтып отыр бұда, жігіт жолдас бар ғой, көзім бүйтіп отырып бар ғой, бәрі біліп отыр. Молодец! Ал, бүгінгі құрбыңыз үшін тұрасыз ба? Подружкаңыз ғой. Подружкаңыз үшін тұрасыз ба? Түңгіштегі бесік қақса шығасыз ба? Точно тұрасыз? Досың үшін тұрасың ба? Конкретно? Точно? Тұрыңдар солай. Ойнап айтам, әзіл қалшың, сый-сияпат бар ма? Жастарға жұмысты болсын. Приз олай болсын, жігіт жолдас, қыз жолдасқа. Қошемет, қол соғып қойың арқасында қайыр. Мына жастардың үйленгені жақсы ғой. Негізі ападан жақсы бала екен. Айырма, жайма. Яне қойыр. Ал, қошемет олай болсын, сый-сияпат, жас шойларға, достарға. Мынау сізге тойдан тобықтай. Мынау сізге шабалақ соғып қойсын. Рахмет, бақытты болыңыздар. Рахмет. Тұр десе тұра береді екен өздеріне деген сәтті тұлағдар деп айтады. Енді менің көздегенім жақсы тілекке сөз берем демекші, ортаға тойдың төрінде тұрған құдаларымыздың құдағилары бар екен. Ортада атап өтетін болсақ, Сал-сері Нәсіпгүл және Құдабала деп қамқор, қорған деп ортаға шақырайық, қол соғайық, құданың құдағиларын қарсы алайық олай болса. Келіңіздер, тілек кезек өздеріңізде. Рахмет, құда, красавчик. Күшті беріп отыр. Приз бар мына кісіге? Керемет биге. Приз беріңіздерші құдаға. Өзім берейші. Қол соғып қояйық, құдаға шабалақ. Ал сізге
бейімізге, керемет бейімізге. Ал, қош келдіңіздер, той құтты болсын. Ал, мінекеңіз, тілек кезек өзіңізде. Ал енді, құрметті той шолауым, ағалықтар, жалын сәлем, Жарылғап Батырауынан. Ал енді, мынау той иелері, тойларыңыз құтты болсын. Мынау енді өзімді таныстыра кетейін, Жарылғап Батырауында тұрам. Кернеймін, кернейдің ішінде айтпай болам. Мынау енді, жаңа мына Сәкен құданың мен құдасымын. Үлкен қыз баласын, Іңкәр деген қыз баласын мен алғам. Жаңағы Сәкен құда Іңкәр деп ат қойса, мен алғаннан кейін Іңкәрімді Інжуын маржаным болсын деп Інжуқа қойдым. Ал енді құда жақсы жерде балалық өтсін. Екеуміздің негізі бағымыз бар. Сәкендей құда таппаймыз. Мына Қазақстан шаруасында. Сондықтан да енді осы баланы әкесіне қарап, дейма шешесіне қарап ал дейді ғой енді. Енді мен өзім бақыттымын деп есептеймін. Өйткені алғашқы тойым, алғашқы қуанышым болды. Сол ұзағынан болды. Жақсы отбасы құрып, екі немере көріп отыр. Сол менің жолымды берсін саған. Ал енді жақсы тілектер айтып жатыр енді Жүрсін мен Гүлнұрға. Сол енді періштені құнағын салсын. Екеуің жаманшылық көрмеңдер. Үлкен ақсақалды аталар, әжелер Ақжаулықта тілектерін айтып жатыр ғой, сіз тілектің өзі бір бата деп есептеңдер. Сол бата періштені құнағын салсын. Екі жаққа бірдей болыңдар. Жүрсін, айналайын. Өзі тірі күні өзімді көргем. Енді айтам енді. Бақытты olsun, той боласың. Енді айтатын сөзім бар еді, оны кішкене нетіп, қобалжып тұрақтырмен. Рахмет. Ал енді, құрметті тойшыл қауым, той қаласың. Бүгінгі өмірге қол ұстасып отырған қос құлшақ қадамдарың құтты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, бақытты болыңдар. Үлкен ақсақалды қария болыңдар, Ақжаулықта ана болыңдар. Үлкен үйлерінде қарты бар үйдің қазынасы мол дейді ғой. Қарты бар үйге келген екенсің Гүлнұр, жақсы жерге келген екенсің. Енді сол кісілердің барлығын сыйлап өт. Енді үйдегі папаң мен мамаңды қалай сыйлап, бізді қалай жақсы сыйласаң, келген жеріңді де жақсы сыйлап, жақсы келін атан. Енді бүгінгі тойшыл тойға келіп отырғаннан кейін құда-құдағилар, тойларыңыз құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын. Енді жаңа жолдасым атап кетті ғой. Біз енді жаңа құдаларымыздың бірінші баласын алған болатынбыз. Құдаларымыз жаман емес, балаларымыз жақсы. Сондықтан да ұжымымыз ажырамасын, ылғи жақсылықта басымыз қосыла берсін. Той қаласын, екі жас бақытты болсын. Ай, бәрекелді. Вальс билейсіздер ма? Ой, вальс билейм дейді. Ал енді, құдай болсын, құдай болса міне. Құдамен, Сәкен құдамыздың құдасы деп жатырмыз ғой. Жаңа мақтап та жатыр, жақтап та жатыр, әрине. Қызарын алғаннан кейін осындай екі немере сүйіп жатыр деп жатыр. Ағам айтты ғой, әкесі ба шешесін алып қарап деді ғой. Негізі шешесіне қарап қызын ал дейді ғой. Сонда біреуден сұрап ол переводы қалай десе, посмотри на мамашу, забирай сразу Машу деп айтқан екен. Сол сияқты мына бүгін керемет той болып жатыр. Әсемен мен айтайын вальсіздердің құрметтеріңізге. Сіздер бастаңыздар, қалғанымыз қоштайық, той құтты болсын деп жатырмыз. Ал, сіздер құрметтеріңізге бір тамаша әсем ән деп жатырмыз. Махаббаттарыңыз баянды болсын, ардақты ағайын. Сырласып талай бейнемен байқасақ бар мұңым, ұқпаймын сені кейде мен, келгенде соққан тағдырым, бақыттың ұзап бағынан сорлатып кейде қоясың, жақсылық қашын жанынан, құшақты жатқа жаясың.
Рахмет. Мың бұралған билеріңізге халықсы басқа айтарым жоқ. Жайғасайық төрдедей той төрінде мың бұралған би болсын деп жатырмыз ардақты ағайын. Меймандарымыз жаңа айтып отырып қой, өздеріңіз байқап отырсыздар, біраз приздар бар, сый-сияпат бар, лотерея бар деп жатырмыз. Содан кейін бағана кім айтады? Берікбол ағамыз той иесі. Нұрлат дейді. Бүгін той, бүгін алғаш тойым ғой. Мына тәрелкенің астында тура осындай фиолетовый цвет болса, соған приз деп жатыр. Тәрелкенің астында если фиолетовый, если наклейка дейді, соған приз дейді. Қараңыздар, ет келмей тұрып қарамаңыздар, қазір кетіп қаушы приздан айырып қаласыздар. Шутка. Әзілдеп жатқаның ардақты ағайын. Мына екі жас бақытты болсын дегендер оң қол көтерейікші. Оң қол. Енді осы оң қолдың 3 саусағын алып қалайық. 3 пальца оставляем. Енді осыны жай стол үстіне қояйын. Будем кушать беш бармақ деп айтады дейді ғой. Ал кеттік ол емес. Ет әкелесі. Үлкен асты үлкендер. Дастарханның ортасына өйіп тұрмашайық. Үлкенден келіп жатыр, жаңа айттық ардақты лотерейде билет бар дедік. Соның ішінде сертификат бар ардақты, мені байқаңыздар. Сертификат жазылған, аллығынысы бір сиыр дейді. Сонымен қатар сертификат бір түйе. Сонымен қатар сертификат тігін машинасы бар. Сонымен қатар кір жуатын машина және автокөлік бар дейді. Қазір лотерейде билеттеріңізге ие болып отырсыздар, Алла қаласа біраз уақыттан сол сый-сияпаттарды таратамыз. Астарыңыз дәмді болсын дейміз ардақты ағайын. Ағайын қадірменді халқалағын әлеумет үлкен астан үлкендерінен алып отырайық. Бүгінгі дүбір тойға жүрсіннің жиені содан бойықтан атанып келіп жатқан арайлым атты құлыншағымыз бір тамаша әсем ән айтам деп жатыр. Сіздер құрметтеріңізге. Шам шут поверьте
Al, ketmeyiz. Mынау sizge toydың иесі Гүлмира тәтенің атынан шабадақ соғып қойыңыздар. Рахмет, өнерің үстем болсын, биікшіңнен көрді бірдегі ниеттеміз. Ал, ардақты ағайын үлкен аста үлкенден, жаңағыда жандарал, байырғыда генерал дейді. Осы әулеттің құдағиларына сөз беруге рұқсат етіңіздер. Ортаға Мұхтар Алмагүл, Серік Мағира, Күлпара, Айтболат, Бақытқали Гүлжан, Азамат Сәуле, Оралбек Гүлжан, Мүгілсім, Құндақ, Мырзатай Райхан, Дәулет Мира, Оңғарбай, Сәбит Динара, Қайрат Мирамкүл, Асқар Роза, Төлеғазы Айжарқын, Қайрат Жібек, Серікбек Мирамкүл, Серғазы Гүлнәр, Жаппар Гүлнәр, Болатбек Күлпара, Оңалсын Сәуле, Аман апа, Үйкен Айтгүл, Мұхат Мирамкүл, Мұрат Айнаш және Дариғаш Балғабай деп ортаға шақырайық. Әулеттің құдағиларын қарсалай олай болса. Келіңіздер. Қош келдіңіздер, той құтты болсын. Қайсымыз бастаймыз? Үлкендер бастайық, мінекеңіздер ал. Кімге берейін? Мінекеңіз апар. Жиналған қауымына той құтты болсын. Нариман құда, мына тойыңыз той құласын. Біз енді мына Нариман құданың ең алғашқы құдаларымыз, ең бірінші. Одан ең мыналардың барлығы осы Нариман құданың құдалары. Құдалар шыққан тойыңыз құтты болсын. Келесі тойда сіздер де біздің қасымызға қосыласыздар. Енді жаңа құдасы, келіннің әкесінің құдасы, бауырымыз мақтап отыр ғой құдасын. Біз де мақтайық. Нариман деген біздің ең алғашқы құдамыз. Осынша баланы тәрбиелеп жеткізіп міне. Бір жылдың ішінде 2 той жасап отыр. 2 баласы да келін түсір, немересі келін түсіріп, соны мына тойында отырмыз. Тойың той қыласын, жастар бақытты болсын. Осындай той бәрілеріңе жұғысты болсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Тойларыңыз той қыласын. Нәке, құда, ал тойыңыз той қыласын. Тойларыңыз тек қада жақсылыққа да сырқыдырыңыз айырсын. Бастарыңыз аман болсын. Барлықтарың үйлеріңізде осындай той болсын. Жаңағыда төрге шыққандарыңызға, адамдарыңызға гүл бітсін. Не айтамын енді, жастарға тек қана денсаулық тілеймін. Денлерің сау болсын күндар. Ауырмаңдар ешқашанда. Аллам соған оң көзімен қарасын. Барлықтарыңызға той тілеймін, бақытты болыңыздар. Құрметті тойшы қауым, той құтты болсын. Той иелері Ағатай, Берікбол Гүлмира, балаларың бақытты болсын. Осы үйде қыз қуаныш бола берсін. Берікбол да бөтен емес, Гүлмира менің құдашам, әрі сіңілім. Ешкім бұл жерде енді бөтен адамдар жиналмайды. Осы жерде барлығы ағайын туғандар, туған туысқандар, құда жекжаттар деп ойлаймын. Осындай той әркімнің үйінде бола берсін. Жүрсін гүлнұр, бақыттарың баянды болсын. Шаңырақтарың биік, терезелерің кең, терезелерің тең болсын. Жүрсінге өзін мектепте дәріс бермесем де жүрсін басып қатар сыныпта оқыды. Жүрсіннің аузын ашса көмейін көрінетін өте бір ақ көңіл, тамаша азамат. Жүрсіннің отауы ордалы болатынына кәміл сенеміз. Жастар бақытты болсын. Барма, ал, жалғастырайық. Құрметті құдағилар, мынау жаңадан келіп жатқан құдалар, адамдарыңызға гүл бітсін, осы тұрған қауым баршамызға денсаулық тілеймін. Дастархан пысқақ, қуанышқа жайылсын. Осы 2 жастың бақыты үшін жиналып отырмыз ғой. Бөтен адам жиналмайды. Әрқашанда кең дастарханда, кең пейілде отан тыныш, халық аманды осындай
Keyin de sakada kezdеп жүрө берек, кубаныч каласың. Қалай келдіңіз бүгін? Берікбол Гүлмира, 2 жас бақытты болсын, ертері сау болсын, шаңырақтары биік, керегелері берік болсын, әрқашанда дендері сау болып, өрлі шөбілі болып, ойнап күліп жүре берсін. Берікбол Гүлмира, той құтты болсын, балдарыңыз бақытты болсын, жүрсін гүлнұр, қадамдарың оң болсын, астарына бармақтай болса да бақ болсын, өбірде жүргенде бол, осы үйде той бола берсін. Бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қалай. Енді Нариман Ақсақалдың үлкен ұлы Серікболға құда боламын. Таяуда осы үлкен құлағы өтіп ұшымды бердім. Сол енді Берікбол мен Гүлмираға сіздерге тойларыңыз құтты болсын, 2 жас бақытты болсын. Сол күйеу бала мерсінің артынан қойып та артында жүре жүрсін деп. Сол 2 балаға бақытты тілеймін. Бәрекелді, жалғастырайық. Гүлмира, Берікбол, тойларың құтты болсын. Жүрсін. Кетіп таулардың ордалы шаңырақтарың биік болсын. Керегелерің үйлесідің кең болсын. Ең бұрын арманды болыңдар. Бұл тойға келген тойшыл қауым тойларыңыз құтты болсын. Атқаныңыз ашық, одағыңыз тыныш болсын. Бар ба? Қосыламыз ба? Үлкендер сөйледі ба? Қалғаны қосылады ғой. Бісміллә. Реніш жоқ қой. Рахмет. Әулеттің құда-құдағыларды бір шамалақ соғып қойайық. Ал, құдай болсын. Қадірменді құда-құдағылар, той ортақ. Жақсылар мен жайсаңдар жиналды бүгін Нариман Ақсақалдың дүбірлі тойында. Берікбол Гүлмира деп отырмыз. Бағанаға ән салған Айгерім әншілеріңіз бір ән айтсын. Бәріңіз бір жақсылап тұрып билеп алайық. Сіздер құрметтеріңізге ал кетті болып осы ардақты ағайын.
билеген. О, шапалақ соғайықшы аналарымыздан. Мына, апа, бүгін той ғой, бүгін қуаныш. Біздің қазақтың балалары мықты ғой. Аналарын тойға апарады. Басқұттың балаларын білмеймін, аналарын бір-бір мысықпен, бір-бір күшпен әлбетте үйлеріне қамап тастайды. Сондықтан да балалар неменің қызығын көргізіп, жаңа бір кішкентай музыка қойып, бір билеп жүріңіздерші кішкене. Көрсетейікші қалай билеп жүрген. Бір музыка қосыңызшы.